Енді аяғын тоқимыз. Ол үшін біз екінші түсімізбен бастаймыз. Әуелі 5 жай ілмек тоқып аламыз. Мынау бірінші саналмайды. Мынадан бастап 1, 2, 3, 4, 5. 5 тоқып алдық. Мен мына тырнағыма мән бермеңіздер, байлап қойып едім, бірақ ыңғайсыз боласын, шешіп тастадым енді. Түсіп қалған тырнағым. Так, енді мына крючоктан бастап, міне мына біріншіге емес, екіншісінен бастап тоқимыз. Міне бізде 5 ілмек қой. 5 петля. Осының мына екіншісіне 3 жай баған тоқимыз. Біреу, тағы осы жерге 2, тағы да осы жерге 3. Енді келесі екеуіне бір-бірден тоқимыз. Біреу, тағы біреу. 5 болды барлығы. Енді мына соңғы қалған 5-ші ілмекке тағы да 3 тоқимыз. 6-шысы, 7-ші, 8-ші, 3-ін тоқыдық осы жерге. Енді былай қарай бұрып алып, мынаған тоқымаймыз. Мына жерде міне 2 көрініп тұр. Соған бір-бірден 2 тоқимыз. Бұл 9-шы және 10-шы. Сонда бізде барлығы бірінші қатарда 10 баған болады. Міне 10 баған осылай айналып шықтық. Енді екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатар бізде мына жерден басталады. Екінші қатарда бірінші 3, алғашқы 3-іне 2-2-ден тоқимыз, яғни 3 прибавка. Прибавка деп атамыз, яғни жіп қосу. Біреу, дәл осы жерге екіншісін тоқимыз. Міне қатарды қай жерден бастағанымызды шатасып қалмау үшін маркермен белгілейміз. Маркермен немесе кешегі айтқандай терушпен, шаш қыстырғышпен осылай қыстырып белгілейміз. Біз мына жерден бастадық. 2 тоқыдық бірінші петляға. Енді мына екінші петляға тағы 2 тоқимыз дәл осы жерге. 2. 4 болды барлығы. 5-ші мен 6-шыны мына жерге тоқимыз. 5-ші, 6-шы, екеуін бір жерге тоқыдық. Сонда біз бірінші қатардың алғашқы 3 бағанына 2-2-ден тоқыдық, сонда барлығы 6 болды. Енді келесі екеуіне жай бір-бір баған тоқимыз. Біреу, келесіге тағы біреу. Барлығы 8 болды. Енді мына үшеуіне, келесі үшеуіне тағы 2-2-ден тоқимыз, яғни 3 прибавка. Тоқимыз. Біреу, 2. Яғни бұл 9 пен 10 болды, 9, 10. 11 мен 12-ні мына жерге тоқимыз. 11, 12. 13 пен 14-ті келесісіне тоқимыз бірге. 14. Енді бізде мына 2 петля қалды, соған бір-бірден тоқимыз. 15 және 16. Сонда бізде екінші қатарда барлығы 16 баған болды. Міне, мынау жаңағы бастаған жерімізге келдік. Енді келесі 3-ші қатарды тоқимыз. Ол кезде бізде мынаны ала тұрамыз. Енді бір жай баған тоқимыз біріншісіне. Оны белгілеп қоямыз, тағы бастаған жерімізді. Белгілеп қойдық қатардың басын. Біреу. Енді келесісіне 2 тоқимыз. Бұл 2 және 3 болады. Келесісіне 1 тоқимыз. 4. Келесісіне 2 тоқимыз. 5 және 6. Келесісіне тағы 1 тоқимыз. 7-ші. Келесісіне 2 тоқимыз. 8 және 9. Яғни 3 рет чередовать етеміз. Бірінші 1 тоқыдық, 2 тоқыдық, 1 тоқыдық, 2 тоқыдық, 1 тоқыдық, 2 тоқыдық. Сонда барлығы 9 болды. Енді келесі екеуін жай бір-бірден тоқимыз. Бұл бізде 10 және 11. Енді тағы да жаңағыдай 3 рет чередовать етеміз. Бір жай баған тоқимыз. Келесіне 2 тоқимыз. 2. 1 тоқимыз. Тағы 2 тоқимыз. Бір жерге 2. 1 тоқимыз. Тағы да бір жерге 2 тоқимыз. Енді міне қалған екеуіне бір-бірден тоқып шығамыз. 1, тағы да 1.
барлығы бізде 22 болады. Дұрыс тоқып шыққандарыңызға сенімді болу үшін санап шықсаңыздар болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Егер сіздерде 22 шықпаса, онда бір жерде қате жіберген боласыздар. Тарқатып қайтадан тоқу керек. Енді міне келесі 3 қатарды ешқандай өзгеріссіз 22 бағанмен тоқып шығамыз. Яғни дәл осымен 22 бір айналып шығамыз, 2 айналамыз, 3 айналамыз. 3 рет айналып шығамыз. Мына маркерді алмай ақ қойсаңыз болады. Осылай қай жерде бастағаныңызды біліп отыру үшін, немесе алып мына жерге қайта салсаңыз болады. Мен обычно алмаймын, осылай 1 деп бастаймын да, 2 деп, 22-ні 3 қатар тоқып шығуым керек қой, 22-ні 3-ке өткенде 66, солай 66-ға дейін санап отырамын мен. 3-еу, 4-еу деп. Солай істесеңіздер болады, немесе мынаны міне алып, мына жерден бастадық қой жаңа. Бір айналып шығып 22, қайтадан алып, солай шатаспай 3 қатар тоқып шықсаңыздар болады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Санап отырыңыздар, маңызды, себебі мынау плюшевый пряжа кейде мына арасына көрінбей былай кетіп қалуыңыз мүмкін, бір-бірінен аттап. Бір-бірін аттап кетіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан шатасып кетпеу үшін, қате жібермеу үшін үнемі санап отырған дұрыс. Ал осылай 3 қатарды өз беттеріңізбен тоқып шығыңыздар. Міне 3 қатар айналып шықтым. Енді біз қысқарта бастаймыз. Бірінші 3 қысқарту жасаймыз. Яғни қысқарту деген 2 бағанды біріктіріп тоқимыз. Ол үшін мына бір ғана тіннен іліп аламыз. Крючокты былай толық кіргізбейміз, былай бір ғана тіннен іліп аламыз. Біріншісін, және екіншісін де осылай іліп аламыз. Крючокта 3 болды. Осы іліп алған 2 ілмегімізден өткізіп аламыз әуелі жіпті. Сосын кәдімгідей тоқимыз. Бұл бір қысқарту. Қатарымыз осы жерден басталды деп белгілеп қоямыз. Бір қысқарту жасадық. Енді міне осы жерде байқаңыздар, мынаны қайтадан іліп алып жүрмеңіздер. Мынау емес, енді бұны біз жаңа ілдік, міне бүйтіп көтерсеңіздер көрінеді. Былай тұрғанда ол байқалмауы мүмкін, осыны қайтадан іліп кетуіңіз мүмкін. Бүйтіп көтеріп қарайсыздар. Яғни біз міне келесі мынаны және мынаны іліп аламыз. Біріктіріп тоқимыз. Міне екінші қысқарту кетті. Келесі үшінші қысқарту жасаймыз. Міне 3 қысқарту жасадық. Енді келесі екеуін кәдімгідей тоқимыз. 1, 2 баған тоқыдық кәдімгідей. Енді 3 рет жаңағыдай чередовать етеміз. Бірінші тоқып аламыз бір бағанды. Енді бір убавка жасаймыз, яғни қысқарту жасаймыз. Жаңа чередовать етіп жіп қостық қой, енді чередовать етіп жіпті азайтамыз. Біреуін азайттық. Енді келесі біреуін тоқып аламыз, жай ғана. Енді тағы убавка жасаймыз. Екінші убавка, яғни қысқарту екінші. Келесісін тағы жай тоқып аламыз. Енді тағы үшінші убавка жасадық. Яғни чередовать еттік. Біреуін жай тоқыдық, убавка жасадық, жай тоқыдық, убавка жасадық, жай тоқыдық, убавка жасадық. Енді бізде 5-еу қалу керек мына жерде. Сол 5-еуін жай ғана тоқып шығамыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Осы жерде 5-еу қалу керек, қатардың басына дейін. Санап отырыңыздар, егер 5-еу қалмаса, 4-еу қалса, немесе 6-еу қалған болса, онда сіздер мына жақта қате жіберген болып саналасыздар. Соны тарқатып бір ұстайсыз. Сонда бізде барлығы 16 қалу керек. Санап шықсаңыздар, мына жерде 16 қалу керек. Енді келесі қатарда тағы да қысқартудан бастаймыз. Жаңа біз 3 қысқартумен бастадық, 3 рет қысқарттық. Енді 2 рет қысқартамыз. Бірінші қысқарту белгілеп қоямыз. Енді екінші қысқарту. 2 рет қысқарттық. Енді екеуін жай ғана тоқып аламыз. 1-еу, 2-еу. Екеуін жай тоқыдық. Енді жаңағыдай жай тоқумен қысқартуды чередовать етеміз. Біреуін тоқимыз, қысқартамыз. Тоқимыз, қысқартамыз. Бұл жолы тек 2 рет жасаймыз осылай. 3 рет емес, тек 2 рет осылай чередовать етеміз. Енді тағыдан жерде қалған 5-еуін тоқып аламыз. 1-еу. Жоқ, қателестім. 5-еуін тоқымаймыз, осымен тоқтаймыз осы жерден. Жаңа
2 рет қысқартқаннан кейін осы жерде мына соңына дейін тоқымаймыз бұл жерде. Енді біз осы жерде қазір ақ жіп қосамыз. Ақ жіпті қоспай тұрып, біз қазір мына ішіне холофайбер салып аламыз. Холофайбермен толтырып аламыз. Мынаны алып тастай берсек болады уже. Бұл аяғының басы болғандықтан бұны нығыздап толтырамыз. Ішіне осылай саусақтарыңызды тығып нығыздайсыздар жан-жағына. Осылай болды. Енді біз ақ жібімізді қосамыз осы жерден бастап. Ақ жіпті қосқанда біз тағы да былай толық ілмейміз. Енді мына заднюю, яғни артқы петлясынан ілеміз осылай. Алдыңғы петляны ілмейміз. Алдыңғы тінін ілмейміз. Артқы тінін ілеміз осылай. Мына жіпті үзбейміз пока. И ол мына ішке қарай қалып қоймасын, осылай сырт жағына қарай шығарып қоямыз. Мына жақта былай қалып кетпесін. Ол қазір бізге тағы керек болады. Осылай тұрады ол әзірге. Мынадан бастап осы жерден ақ жіпті қосамыз. Ақ жіпті қалай қосамыз? Мынаны іліп алдық қой. Енді осы ақ жіппен тоқимыз. Ұшын ұзындау қалдырыңыздар. Енді біз бұл ұшын қазір мына жерге қосып тоқып жібереміз, тарқатылып кетпеу үшін. Тоқығанда жаңағыдай тек бір артқы тіннен іліп отырамыз. Мынаны былай толық ілмейміз. Тек қана мына іш жағынан бір тінін іліп тоқимыз. Мынаны қосып отырып тоқып жібереміз арасына. Біреу, екеу. Барлығы 12 болу керек. Үшеу. Мынау қалған ұшы осылай қала берсе болады. Ішіне қарай қалып кетеді ол. Төртеу. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сізде барлығы дұрыс болса, осылай 12 болу керек. Ақ жіпті қосып алдық. Енді келесі 4 қатарда ешқандай өзгеріссіз осы 12 қатар бағанды тоқып шығамыз. Кәдімгідей крючокты толық енгіземіз. 2 тінінен де осылай 4 рет айналып шығамыз, 4 қатар. 2, 3. Шатаспау үшін мынаны белгілеп қойсаңыз болады. Белгілемей ақ та уже көрініп тұрады жіптің қосылған жерінен. Бастаған жеріміз былай көрініп тұрады. Егер шатасам десеңіз, былай белгілеп кетесіздер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Міне бір айналып шықтым, енді тағы 3 рет айналып шығамыз. Міне 4 қатар 12-мен тоқып шықтық. 12 бағанмен 4 қатар тоқып шықтық. Енді қазір біз аяқтың тізесін шығарамыз. Ол үшін оны қалай жасаймыз? Бірінші алғашқы бесеуін тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуін тоқыдық. Енді бір убавка жасаймыз, яғни бір қысқарту жасаймыз жаңағыдай. Бір қысқарттық. Енді тағы қалған бесеуін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бізде барлығы 12 болған, жаңа біреуін қысқарттық, енді бізде 11 қалды. Енді осы 11-ді ешқандай өзгеріссіз бір айналып шығамыз. Бір қатар, яғни 11 баған тоқып шығамыз. 3, 4. Мен белгі қойып атқан жоқпын, санап отырмын. Шатасам десеңіз де белгі қойып кетіңіздер. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне бір айналып шықтым. Енді тағы да бесеуін тоқимыз. 1, 2, 3, 4,
5. Тағы бір рет қысқартамыз. Мінекей бір қысқарту жасаймыз. Енді бізде 4-еуі қалды. Сол 4-еуін тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4. Сонда қараңыздар, мына жері міне былай болып қисайып шықты, мына тізесі сияқты болып. Енді соңғы рет айналамыз. Бізде енді 10 қалды, сол 10-ын тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ын тоқып шықтық, бірақ бізде былай мынау алды, міне, алды. Біз қазір былай сложить етеміз, 2-ге беттестіреміз. Сол кезде мына жерде бізде біріне артық тұрады. Сол үшін біз тағы біреуін тоқып жібереміз, дәл ортасынан бүктелу үшін. Міне 11-ші қылып тағы біреуін тоқып жібереміз. Сонда міне бізге қазір былай бүктегенде мынау былай дәл ортасынан бүктеледі. Ал бізде барлығы 10, мынау 10. Біз 11-ші қылып тағы біреуін асырып тоқыдық. Енді мынаған тағы халафай бір саламыз. Қатты нығыздамаймыз, яғни жартылай нығыздаймыз да, жоғары жағына онша нығыздамай жұқалап саламыз. Аяқ қақтып қалмау үшін. Мына жағын нығыздаймыз. Бер жақтарына қатты толтырмаймыз. Мына шет жағына вообще салмай-ақ қойсақ та болады. Енді осыны беттестіріп, жауып тастаймыз. 10-ды 2-ге беттестіргенде, яғни 5-еу шығу керек бізде. Крючоктың түбіндегіні алуды ұмытпаңыздар, міне. Біреу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, міне шеткісі 5-еу, міне барлығы 5-еу. Соңында бір бекітеміз де жібімізді үземіз. Міне аяғы дайын болды. Енді дайын болғанда мына аяқ киімінің мынандай шетін мынандай алып көмкереміз қазір. Мына жіпті біз қалдырдық қой үзбей. Сонымен қазір көмкереміз. Крючокты былай орап кіргізіп аламыз. Осылай кіргізіп аламыз. Жібімізді шығарамыз. Бір бос ілмекті тоқимыз. Бұл бізде бірінші қатар болды, бірінші баған болды. Келесі бағаннан осылай орай өткіземіз да крючокты. Жіпті шығарамыз, тоқимыз. Тағы келесісінен осылай міне шетінен осылай крючогымызды кіргізіп отырып, айналдырып, тоқып шығамыз. Қатты тартпаңыздар, бұл бос болсын. Пышный болып шамалы көтеріліп көрініп тұру үшін. Қатты тартсаңыз мынаған аяққа жабысып қалады. Осылай бос тоқып шығамыз. Мына жерде тағы да бір рет тоқып жүреміз шетіне. Шетіне келдік қой. Мына бастаған жерімізге тағы былай бір тоқып жүрсек болады. Чтобы арасы жабылып кету үшін. Осылай келді. Енді жіпті үземіз да. Одан былай шығарамыз. Шығарып аламыз. Енді оны мына жерге бүйтіп, ең бірінші тоқыған бастаған жер бар ғой. Содан былай өткіземіз. Өткіземіз да. Енді былай қарай тағы бір өткізіп, сонда міне арасы онша білінбей кетеді. Енді біз бұны былай арасына өткізіп жібереміз. Халапай бір қоса шығып жатыр қазір.
осылай дайын болды. Міне мынаны жаңа бос тоқимыз. Осылай егер қатты тартып тастасаңыздар мына бүйтіп қалады, әдемі болмай. Осылай көтеріліп көніп тұру керек. Міне аяқтары дайын болды.